Әл-Бақара сүресі. Мединалық 286 аят. Мейірімді де рахымды Алланың атымен бастаймын. Алиф, ләм, мим. Ұғымын бір Алла біледі. Құранның тақуа жандарға тура жол көрсететін кітап екенінде ешқандай да күмән жоқ. Олар ғайыпқа сенеді, намазы толық орындайды. Біз берген ризықтан жақсылықтың жолына жұмсайды. Ол тақуа жандар саған түсірілген кітапқа және саған дейін түсірілген кітаптарға да сенеді. Ақырет күніне иланады. Олар Раббыларының нағыз тура жолындағылар. Олар бақытқа кенелушілер. Айқатын айтар болсақ, кәпірлерге ескертсең де, ескертпесең де бәрібір. Олар иман келтірмейді. Алла олардың жүректерін мөрлеп бекітті. Құлақтары мен көздерінің алдында перде бар. Көздерін шел басқан. Ақырет күні олар үлкен азапқа ұшырайды. Адамдардың ішінде біз Аллаға ғана ақырет күніне сенеміз дейтіндер бар. Алайда олар сол сенбеген күйінде қалады. Ондай пақырлар Алланы және иман келтіргендерді алдағылары келеді. Бірақ олар өздерін алдап жүргендерін сезбейді. Ондайлардың жүректерінде дерт бар. Алла олардың сол дерттерін тек асқындыра түседі. Жалған сөйлегендерінің сазайы ауыр азап. Егер оларға жер бетінде бұзақылық жасамаңдар делінсе, олар біз тек түзеушілерміз дейді. Олар нағыз бұзақылар, бірақ өздері соны сезбейді. Егер де оларға мұсылмандар сияқты иманға келіңдер деп айтылса, олар ақмақтар секілді біз де сенуіміз керек пе дейді. Жоқ деймін. Ақиқатында олардың өздері ақмақ. Өздері соны білмейді. Егер де олар иман келтіргендерге жолға қалса, біз иман келтіргенбіз дейді. Ал егер шайтандарымен жеке қалса, біз сендермен біргеміз. Шындығында біз әшейін мазақ қылып жүрміз деседі. Алла олардың өздерін мазаққа ұшыратады. Жасаған теріс істерін арттыра түсіп, мәңгірген күйде түсіреді. Олар Құдайдың тура жолын адасқан жолға айырбастап алғандар. Алайда бұндай саудалары оларға ешқандай да табыс әкелмеді. Осындай әрекеттерінің кесірінен нағыз дұрыс жолдан адасып қалды. Олар қараңғы түнде от жаққан адамға ұқсайды. Лаулаған жалын айналаны енді жарық қылғанда, Алла оның сәулесін өшіріп, қара түнекте қалдырған жан сияқты. Олар көрмейді. Олар саңырау, мылқау, көрсоқыр, сондықтан да Құдайға апарар тура жолды таба алмайды. Немесе олар нөсерлі жауынын алып келе жатқан аспандағы қара түнек бұлттан қорыққан жандар секілді. Күні күркіреп, найзағайы жарқылдап, қараңғылықты қамшылайды. Төбелерінен жайдың оғы түсіп өлтірердей олар саусақтарымен құлақтарын тығындап бүрісе түседі. Алла кәпірлерді осылай жан-жақтан қармап алады. Жарқ еткен найзағай олардың көз жанарын жоя жаздайды. Найзағай жарығы жер бетіне түссе, олар алға жүреді. Қараңғылық қайта басса, қалт тоқтай қалады. Егер де Алла қаласа, олардың есту, көру қабілеттерін жоқ қылып жіберер еді. Ақиқатында Алла әрбір іске құдіретті. Уа адамдар, адамзат, сендерді және сендерге дейін өмір сүргендерді жаратқан Раббыларыңа құлшылық етіңдер. Мүмкін тақуалардың қатарына қосыларсыңдар. Ол сендерге кілемдей төсеніш етіп жерді, күмбез секілді аспанды жаратты. Аспаннан жауын жауғызып, сол арқылы жемістерді өндіріп, мол ризық берді. Енді осы ақиқат сендерге белгілі болған екен, еш уақытта Аллаға серік қоспаңдар. Егер де құлымыз Мұхаммедке түсірілгенге күмән келтіретін болсаңдар, онда кәнекей, осыған ұқсас бір сүре ойлап шығарыңдаршы. Айтқан сөздерің рас болса, Алладан басқа куәгерлеріңді шақырыңдар. Егер де бұлай істей алмайды екенсіңдер, себебі бұндайды ешқашан жасай алмайтындарың да анық.
Ендеше отыны адамдар мен тастардан болатын тозақ отынан сақтаныңдар. Ол кәпірлер үшін даярланған. Иман келтіріп, ізгі амалдар жасағандарды қуанышты хабармен сүйіншіле. Ей Мұхаммед, арасынан өзендер сарқыраған жәннат бақтары сондай тақуа жандардың игілігі үшін даярланған. Сол бақтардың жемістері берілген сайын олар бұндайларды біз бұрын да татып едік қой, дейді. Бірақ бұл жемістердің тек түрі ғана ұқсас. Олар үшін пейіште күнәдан пәк жұбайлар да бар. Жәннат олардың мәңгілік құт мекені болады. Ақиқатында Алла шіркейді және одан да ұсақ нәрселерді мысалға келтіруден қысылмайды. Ал иман келтірген жандар бұл мәліметтердің Раббылары тарапынан келген ақиқат екенін біледі. Ал иманға келмегендер бұндай мысалдармен Алла бізге не айтпақ дейді. Ол осындай мысалдармен ақ көптеген пендені адастырып, көпшілігін тура жолға салады. Әрине, адасу азғындардың үлесінде. Ондайлар алдымен серт беріп алып, кейін Алланың әмірін бұзатындар. Алла оларға бас біріктіріп, ынтымақтасыңдар десе, олар керісінше іріткі салып, жер бетіне азғындық таратады. Қасіретке ұшыраушылар міне солар. Өлі күйде болған кездеріңде сендерді тірілткен Аллаға қалайша сенбейсіңдер? Содан кейін ол сендерді өлтіреді, содан соң қайта тірілтеді. Ақыры оның алдына барасыңдар. Жер бетіндегілердің барлығын сендер үшін жаратқан да бір өзі. Одан соң көкке назар аударып, жеті қат қылып аспанды жаратты. Ол барлық заттың сырын білуші. Уа Мұхаммед, Раббың періштелерге жер бетіне халифа болатын құлымды жаратамын дегенде, олар жер жүзінде бұзықтық жасап, қан төгетіндерді жаратасың ба? Біз сені мақтап, тасбиғ айтып, нұқсаннан пәк деп зікір етіп, ұлықтаймыз деген еді. Ұлы жаратушы оларға ақиқатында мен сендер білмейтінді білемін деді. Алла бүкіл болмыстардың атауларын адамға үйретті де, соларды періштелерге көрсетіп, егер де өзі айтқандарың шын болса, мыналардың қалай деп аталатын маған айтып беріңдер деді. Ұлылық тек бір өзіңе ғана. Өзің үйреткеннен басқан біз білмейміз. Ақиқатында сен ғалымсың, білушісің, хакімсің, даналық иесің деді олар. Ей адам, барлық заттардың атауларын айтып бер мыналарға, деді Құдай. Адам дүниедегі барлық заттардың атауларын атап берген кезде, Алла жер мен көктердегі сендер үшін көмескі, беймәлім болған барлық істерді және де сендердің жария және құпия істеріңді біліп тұрамын деп айтпап па едім, деді. Кезінде біз періштелерге, адамға сәжде етіңдер деген едік. Сол кезде олар дереу сәжде етті. Тек Иблис қана тәкаппарлық көрсетіп сәжде етуден бас тартты. Сөйтіп ол кәпірлердің бірі болды. Ей адам, жұбайың екеуің жәннатта мекен етіңдер. Ондағы нәсіптерден қалғандарыңша ішіп жеңдер, бірақ мына ағашқа жақындамаңдар. Жоласаңдар, жамандыққа ұрынып, жазықты боласыңдар, дедік. Алайда ол екеуін шайтан азғырып, жаза басқызды да бақытты күндерінен айырды. Содан соң біз оларға бір-біріне жауыққан күйде түсіңдер бұл мекеннен. Жердің беті сендер үшін белгілі бір мезгілге дейін мекендейтін жай болады, дедік. Жаратқан иесінен тәлім алған адам тәубе дұғаларын оқып жалбарына бастады. Алла тәубесін қабыл етті. Ақиқатында ол тәубелерді қабыл етуші ерекше мейірім иесі. Барлығың бірдей бұл мекеннен жоғалыңдар, дедік. Сендерге менен имандылықтың тура жолы хидаят келер. Сол жолға түскендер қорқыныш пен қайғының азабында болмайды. Біздің әмірлерімізге сенбей, теріске шығарғандар тозақтың тұрғындары. Олар онда мәңгі қалады. Ей Исраил әулеті, сендерді қалай жарылқағанымды еске алыңдар. Маған берген уәделеріңе адал болыңдар. Мен де сендерге берген уәдемді орындаймын. Менен ғана қорқыңдар.
Сендерге түсірілгенді Тәуратты растайтын менің жіберген Құраныма сеніңдер. Одан бас тартып, сенімсіздік білдіретіндердің алдында болып жүрмеңдер. Менің жолдаған аяттарымды болмашы дүниеге айырбастамаңдар. Менен ғана қорқыңдар. Ақиқатты жалғанмен былғамаңдар. Өздеріңе белгілі болған ақиқатты жасыру мақсатында жалған сөйлемеңдер. Намазға жығылыңдар, толық орындаңдар. Зекет беріңдер және рухқа тұрғандармен бірге Құдайға тағзым етіп иіліңдер. Сендер жақсы істер жасауды өзгелерге міндеттеп, өздерің одан шет қалмақсыңдар ма? Құдайдан келіп түскен кітапқа иман келтіресіңдер. Ендеше, неге ақылға келмейсіңдер? Басқа түскен тауқыметке сабырлық танытып, намаз оқу арқылы Алладан жәрдем тілеңдер. Расында, намаз оқудың өз ауыртпашылығы бар. Бірақ шын қорқатын тақуалар мен мүминдер үшін бұл түк те қиындығы жоқ. Олар иман келтіргендер өздерінің Тәңірмен табысатындарына, оның алдына сөзсіз қайтарылатынына кәміл сенетіндер. Ей Исраил ұрпағы, кезінде сендердің мәртебелеріңді әлемдегі басқа жандардан үстем етіп, мейірімділік көрсеткенімді еске алыңдар. Біреудің мүшкіл халін екінші біреу жеңілдете алмайтын, имансыз пенделер үшін ешкімнің де шапағаты қабыл етілмейтін, жасалған күнәлары үшін құн төлеп құтыла алмайтын, жәрдем берілмейтін сол бір қиямет күнінен сақтаныңдар. Сендерді біз Перғауынның азабынан құтқардық қой. Олар сендердің жаңадан туылған ұл балаларыңды өлтіріп, қыз балаларыңды тірі қалдыратын. Раббыларыңның сендердің бастарыңа түсірген бұл да бір сынағы еді. Естеріңде ме, сендер үшін теңізді қақ жарып, Перғауын әскерін суға батырып жібердік. Осыны өз көздеріңмен көрдіңдер. Мұсаға 40 күндік уақыт жібердік. Ол кетісімен сендер бұзау мүсініне табынып күнәһар болдыңдар. Содан кейін де тәубе келер деп сендерге кешірім бердік. Сендер тұра жолға түсер деп Мұсаға кітапты, Фурқанды түсірдік. Уа, халқым, деді Мұса қауымына, мен жоқта сендер бұзау мүсініне табынып зор күнә жасадыңдар. Енді сол астамшылықтарың үшін өздерің құрбан етіп, жаратқан иелеріңнің алдында тәубеге келіңдер. Сендер үшін ең қайырлысы осы. Ол тәубелеріңді қабыл етеді. Өйткені ол тәубені қабыл етуші әрі ерекше мейірімді. Айнала қоршаған қауымы. Ей Мұса, Алланы өз көзімізбен анық көрмейінше саған сенбейміз деген кездеріңде кенеттен төбелеріңнен жай түсірдік. Оған барлығыңда куә болдыңдар. Осыдан кейін де мүмкін шүкірлік қылар деген үмітпен сендердің өлі денелеріңді қайтадан тірілттік. Төбелерінен бұлттан көлеңке түсіріп, көктен шырын мен бөдене етін жібердік. Өздеріңе нәсіп еткен ризықтан тамақтаныңдар дедік. Алайда кесірлік жасау арқылы олар бізге емес, өз бастарына жамандық әкелді. Мына бір құтты мекенге кіріңдер, ондағы мол ризықтан қалағандарыңша жеңдер. Байтул Мұқаддас қақпасынан кірген кезде сәжде етіп, «Я Раббым, кешіре көр» деп жалбарыныңдар дедік. Біз сендердің күнәларыңды кешіреміз және игілікті іс жасағандардың сауаптарын арттырамыз. Ал пейілі бұзық зұлым пенделер, осылай деп айтыңдар деген кешірім сұрау сөзіне өңін айналдырып қасақана басқа сөзді айтты. Құдай үкіміне қарсы шығып, зұлымдық жасаған үшін біз оларға көктен азап түсіріп жазаладық. Өз қауымы үшін жалбарынып, Мұсаның бізден су сұраған естеріңе алыңдар. Аса таяғыңмен жартасты ұр дедік біз оған. Сол кезде 12 қайнар бұлақтың көзі ашылып шықты. Осыдан кейін әр рудың адамдары өздерін су ішетін бұлағын білетін болды. Ей пенделер, Алланың берген ризығын ішіп жеңдер, жер бетінде жамандық таратпаңдар, жауыздық жасамаңдар. Ей Мұса, бірақ түрлі тағамға қанағат қылмаймыз. Құдайыңа дұға қылып сұра. Бізге жерден өсетін көкөністерден қияр, сарымсақ, сары бұршақ,
пияз берсін дедіңдер. Осындай қасиетті тағамды сапасыз дәмге айырбастамақсыңдар ма? Кез келген шаһарға барсаңдар, осы сұрағандарың бар ғой, деді Мұса. Олар Алланың қаһарына ұшырап, бастарына қорлық пен кедейлік қасіреті орнады. Бұның себебі олар Алланың жіберген аяттарына сенбеді және пайғамбарларды жазықсыз өлтірді. Алланың әмірлеріне бағынбай, неше түрлі қылмыстарға бой ұрды. Ақиқатын айтар болсақ, иман келтіргендер үшін де, сонымен қатар Аллаға және ақыретке сеніп, дұрыс амалдар жасаған яһудилерге, насараларға және сәби қауымына да Раббыларының құзырында сыйлық бар. Олар да үрей мен қорқу болмайды, қайғы-қасіретті де білмей өтеді. Тұр тауын төбелеріңе төндіріп тұрып сендерден серт алдық. Біздің өздеріңе берген тура жолымызды берік ұстаныңдар, әмірлерімізді есте сақтаңдар, мүмкін тақуалыққа жүгінесіңдер. Бірақ сендер одан теріс айналдыңдар. Егер де Алланың сендерге деген жақсы пейілі мен мейірімі болмағанда, қасірет тартқандардың қатарында болар едіңдер. Сендерге міндет етілген сенбі күнінің заңын бұзып, шектен шыққандарыңды да өздерің жақсы білесіңдер. Сондықтан да біз оларға ұсқынсыз кейіппен маймылдарға айналыңдар деп қарғыс айттық. Бұлай істегеніміздің себебі олардың замандастарына және болашақ ұрпаққа сабақ болсын, ал тақуалар үшін ғибрат болсын дедік. Алла сендерге сиыр союды бұйырады, деп Мұса өз жұртына жаратқанның үкімін жеткізді. Бұл бізді маза қылғаның ба, деді олар. Ондай ақылынан адасқандардың бірі болудан сақтай көр, деп Аллаға жалбарынамын, деді Мұса. Ендеше Раббыңа дұға ет, ол сиырдың қандай екенін бізге білдірсін, деп сұрады олар. Алланың білдіруінше, ол сиыр кәріде емес, соңына бұқа жүгірмейтін, торпақта емес, орта жаста болу керек. Ал енді осы әмірді орындаңдар, деді Мұса. Жаратушыңнан сұрашы, сиырдың түсінің қандай болу керек екенін бізге айтып берсін, деді олар тағы да. Ол Алла қараған адамның көзін қуантатын ашық сары түсті сиыр болсын деп айтты сендерге, деп жауап берді Мұса. Тәңіріңнен сұрашы, оның дәл қандай екенін бізге айтып берсін. Өйткені сиырлар бір-біріне ұқсас келеді. Бұйыртса біз дәл тауып Алланың әмірін орындаймыз, деді Мұсаның қауымы. Ол сиыр жер жыртуға жегілмеген, егін суару үшін су тасып қиындық көрмеген, денесінде таңба дағы жоқ, еркін жайылып жүрген сиыр болсын, деп жауап берді. Ақиқатын енді жеткіздің, деген олар басқа сылтау айтуға амалы таусылған соң еріксіз дәл сондай сиырды тауып сойды. Кісіні өлтіріп алып, бір-біріңнен көрдіңдер. Ал Алла сендердің жасырғандарыңды әшкерелеуші. Сойылған сиырдың бір бөлшегімен өлікті қағыңдар, дедік. Міне Алла осылай өлілерді тірілтеді, сендерге өзіңнің құдіретін көрсетеді. Мүмкін сендер ақылға келерсіңдер. Алайда бұдан соң да сендердің жүректерің тас болып қатайып алды. Тіпті тастанды қатты дерсің. Тас екеш тастың арасынан өзендер ағады. Қақ жарылған кейбір тастардан су шығады. Кейбір тастар Алланың қаһарынан қорқып төмен құлайды. Алла сендердің жасап жатқан істеріңнен хабарсыз емес. Шынымен ақ сендердің сөздеріңе иланып, олар иман келтіреді деп үміттенесіңдер ме? Олардың шын ішінде Алланың ақиқи сөзін естіп, мағынасын түсініп, біле тұра қасақана өзгертіп жіберетіндері де бар ғой. Муминдерге жолыққан кезде олар біз иман келтірдік дейді. Ал өздері жеке қалғанда Алланың бізге бұрын жіберген мағлұматын кейін тәңірлердің алдында өзімізге қарсы айғақ ретінде қолдансын демесеңдер, оларға еш нәрсе айтпаңдар. Шынымен ақ сендер ақыл кірмеген бе, дейді. Жасаған жасырын әрекеттері мен әшкере істерің Аллаға мәлім екен, олар шынымен ақ білмейді ме? Олардың арасында кітап танымайтын сауатсыздар да бар. Ондайлар бос үміттеніп,
күмәнді нәрселерге ереді. Жарымайтын болмашы табыс табу үшін қолдан кітап жазып, бұл Алладан келген деп дәріптейтіндерге қасірет келсін. Өз қолдарымен жазғандары өздеріне азап болсын. Осындай кәсіптері үшін азап шексін олар. Тозақ оты бізді санаулы күндер ғана шаршиды, дейді олар. Оларға айт, уа Мұхаммед, осы жөнінде сендер Алладан уәде алып па едіңдер? Алла өз уәдесін еш уақытта бұзбайды деп сеніп тұрсыңдар ғой. Өздерің анық білмеген соң Алла жайлы олай деп ой топшылап жүрсіңдер ғой. Жоқ, кімде-кім көп жамандықтар жасап, өздерінің мол күнәларына өздері көміліп қалса, міне, тозақтың тұрғындары солар. Ондайлар онда мәңгі қалады. Ал Аллаға иман келтіріп, өмірін ізгі амалдармен көркемдеген жандар жәннат тұрғындары. Ондайлар оны мәңгілік мекендейді. Алладан басқа еш нәрсеге табынбағандар. Ата-аналарыңа, туысқандарыңа, жетімдерге, міскіндерге қайырымды болыңдар. Адамдарға жақсы сөз айтыңдар. Намазды толық орындаңдар. Зекет беріңдер деп Исраил ұрпағына үкім еткеніміз естеріңде ме? Алайда осыдан кейін де аз ғана топтан өзгелерің теріс айналып басқа жолға кеттіңдер. Бір-біріңмен қырқысып қан төкпеуге, біріңнің үйлеріңді екіншілерін тартып алмауға да уәде бергенсіңдер. Оған өздеріңде куә болғансыңдар. Бірақ осыдан кейін де қырық пышақ болып, бір-біріңді өлтірдіңдер. Дұшпандық қылғандарға, күнәһарларға жәрдемдесіп, араларыңдағы бір топ адамға зәбір көрсетіп, үйлерінен қудыңдар. Ал егер де олар тұтқын болып алдарынан келе қалса, Тәураттағы заңға сәйкес бодауын алып босатып жібердіңдер. Бірақ оларды о басы қудалау сендерге харам етілген еді. Сонда өздеріңе жіберілген кітаптың кей қағидаларын орындап, ал кейбіреулерінен бас тартасыңдар ма? Бұлай істейтіндердің жазасы бұл дүниеде қорлық көру. Ал қиямет күнінде ондайларға ауыр азапқа түседі. Барлық істерің Аллаға ғана мәлім. Мәңгілік өмірді өткінші тірлікке сатып жібергендер осылар. Олардың жазасы жеңілдетілмейді, ешқандай жәрдемде берілмейді. Біз Мұсаға кітап түсірдік. Одан кейін бірінен соң бірін көптеген пайғамбарлар жібердік. Мариям ұлы Исаға айқын мұғжизалар беріп, қасиетті рухпен күшейттік. Ей Исраил ұрпағы, сол елшілер сендердің көңілдерің қаламайтын істерді бұйырса, астамсып тәкаппарланасыңдар. Кейбіреулерің өтірікке шығарасыңдар, кейбіреулерің өлтіресіңдер де. Жүрегімізде перде тұтулы, дейді олар. Жоқ, жасаған күпірліктері үшін олар Алланың қарғысына ұшыраған. Сондықтан да Құдайға деген сенімдері өте аз. Өздерінде бар кітап Тәураттың ақиқат екенін растап, оларға Алладан кітап түсті. Бұған дейін олар кәпірлермен болатын күресте бізге жеңіс бере көр деп Құдайдан тілейтін. Ал енді келетіні бұрыннан өздеріне мәлім, соңғы пайғамбар келген кезде оған сенбей күпірлік келтіріп бас тартты. Бұндай күпірлік жасағандарға Алланың қарғысы келсін. Жарылқаушы Алланың өзі қалаған құлына мейірімін түсіріп, Құранды түсіргеніне қызғаныш білдірген яһудилер қасарысқан күйі қасиетті кітапқа сенбеді. Сөйтіп жандарын жалдап сатып алған имансыздықтарының құны қандай түкке алғысыз десеңші. Өйткені соның кесірінен өз бастарына қаһар үстіне қаһар төндірді. Ондай кәпірлер үшін азабы қатты жаза бар. Оларға Алла түсірген Құранға сеніңдер десе, олар біз өзімізге түсіргенге ғана иман келтіреміз дейді. Сөйтіп, олар қолдарындағы кітапты растайтын, кейін түсірілген ақиқи кітапқа қарсы шығып, сенімсіздік білдірді. Егер де сендер Тәуратқа сенетін болсаңдар, Алланың бұрынғы жіберген елшілерін неге өлтірдіңдер? Деп айт оларға, уа Мұхаммед. Ақиқатында Мұса сендерге айқын дәлелдер, мұғжизалар алып келген еді.
Алайда оның жоқ кезін пайдаланып сендер алтыннан құйылған бұзау мүсініне табынып азғындық жолына түстіңдер. Тұр тауын төбелеріңнен төндіріп тұрып, өздеріңе түсірілген қағидаларды қадірлеп, оны берік ұстаныңдар, дедік. Әмірлеріңді естідік, бірақ оған бағынбаймыз, деді олар. Осындай күпірліктерінің кесірінен жүректеріндегі Аллаға деген махаббаттары алтын бұзауға ауып кеткен еді. Оларға айт, уа Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Сендердің сенім нанымның әмірімен жасаған іс-әрекеттерің неткен жексұрын еді. Имандарыңның кәміл болмағаны ғой. Егер де Алланың құзырындағы ақыреттік рахат өмір басқа пенделерге емес, тек сендер үшін ғана даярланған деп айтқандарың ақиқат болса, онда өз бастарыңа өлім тілеңдер, деп айтқан оларға, уа Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлем болсын. Алайда олар өз қолдарымен қандай іс жасағандарын жақсы біліп тұрса да, еш уақытта өз бастарына өлім тілемейді. Залымдардың шын пейілін Алла жақсы біледі. Барлық адамдардан да, тіпті көп құдайшылардан да, олардың яһудилердің өмірге тым құштар екенін сенің көзің міндетті түрде жетеді. Уа Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлем болсын. Олардың әрқайсысы 1000 жыл өмір сүргісі келеді. Бірақ сондай ұзақ ғұмырдың өзі де оларды азаптан алыстатпайды. Алла олардың істеген істерін бақылауда. Жәбірелге кім жау болушы еді? Деп оларға айтқан, уа Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлем болсын. Алланың әмірі бойынша Құдайға бойсынушылар үшін сүйінші болған, бұрынғы түсірілген ақиқаттарды растаушы Құранды сенің жүрегіңе ұялатқан сол ғой. Алламен жауығып, оның періштелеріне, елшілеріне және Жабриил мен Микаилге жау болған кәпірлерге Алла да жау. Біз саған айқын аяттар түсірдік. Ол аяттардан тек пасықтар ғана бас тартады. Әрбір ант берген сайын, немесе Құдайдан әмір алған сайын, яһудилердің бір тобы берген анттарынан дереу тайығып шығатын. Әттең, олардың яһудилердің көпшілігі Тәуратқа иланбайды. Алла тарапынан олардың қолдарындағыны, Тәуратты растайтын елші келгенде, сол кітап түсірілгендердің бір тобы Алланың кітабын мүлде білмейтін, кейін танып, иығынан асырып лақтыра салады. Сүлейменнің патшалығы кезінде оны сиқыршы деп өтірік қауесеттер таратқан. Шайтандардың айтқанына пенделер еріп кетті. Алайда Сүлеймен кәпір емес. Қайта адамдарға сиқырлықты үйреткен шайтандар кәпір болатын. Олар Бабылдағы екі періште Харут пен Марутқа түскен дуалар мен сиқырды да адамдарға үйретті. Ал Харут пен Марут адамдарға кісі дуалауды үйретпес бұрын, біз сендерге сынақпыз, абай болыңдар, кәпір болудан сақ болыңдар деп ескертетін. Сөйтіп, адамдар олардан ерлі-зайыптыларды қалай ажырастыру керек екен үйреніп алды. Алайда Алланың бұйрығы болмаса, олар да ешкімге зиян жасай алмас еді. Өздеріне келетін зияннан басқа еш пайдасы жоқ амалдарды үйренеді. Сол қасиетті Тәуратқа тоқтамай, сиқырлықты сатып алған олар ақыретте өздеріне ешқандай несібе жоқ екенін білетін. Түкке тұрмайтын болмашы нәрсеге жандарын жалдап алғанын білсе ғой олар. Егер де олар біле білсе, Құдайдан қорқып иманға келгеннің сауабы Алла тарапынан өздеріне үлкен сый-сияпат болар еді. Уа иман келтіргендер, рағина деп бізге қарап үйрен, бізді бақыла, бізді сақта деген мағынада сөз сөйлемеңдер. Оның орнына унзурна, бізге де көңіл бөлші деп айтыңдар. Осы талапты орындаңдар, кәпірлерді ауыр азап күтіп тұр. Кітап иелерінің ішіндегі кәпірлері және көп құдайшылдар Раббыларыңнан сендерге жеткен жақсылықтарға қуана қоймайды.
мейірімін төгіп жарылқау үшін алла өзі қалаған пендесін таңдайды. алла ұлы жарылқаушы. Егерде біз әлдебір аят үкімінің күшін жояр болсақ, сөйтіп оны жүрегіңнен өшіріп, уа Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, ұмыттырар болсақ, міндетті түрде одан да жақсы немесе соған ұқсас жаңасын келтіреміз. Барлық болмыс атаулыға Алланың құдіретінің жететінін білмеуші ме ең? Ғарыштар мен жер Алланың игілігінде екенін сен білмейсің бе? Уа Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, және де ұлы Алладан өзге сенің жарылқаушың да жәрдемшің де жоқ қой. Әлде сендер түрлі сұрақтармен Мұсаны тергеген қауым секілді өздеріңе келген елшіні де сұрақтың астына алайын деп отырсыңдар ма? Егерде кімде-кім иманға күпірлікті айырбастаса, онда оның тура жолдан адасқаны. Кітап түскен қауымдардың көпшілігі қызғаныштың кесірінен сендерді, иман келтіргендеріңді біле тұра, кәпірлік жолға түсіргісі келеді. Алла есебін тапқанша оларға кешіріммен қарап, елеусіз қалдырыңдар. Барлық құбылысты болдыруға Алланың құдіреті жетеді. Намаздарыңды ыждағаттылықпен өтеңдер, зекеттеріңді беріңдер. Жасаған жақсылықтарыңның барлығы да өздерің үшін. Олардың сауаптарын кейін Алланың құзырынан табасыңдар. Алла істеген істеріңді көріп тұр. Олар яһудилер мен насаралардан өзге ешкім де ешқашанда жәннатқа кірмейді. Олардың сенімдері осындай. Осы айтқандарың рас болса, дәлелдеріңді келтіріңдер деп айтқан оларға, уа Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Жоқ, жүзін Аллаға бұрып, ізгілік амал жасағандардың ғана зор сауабы Раббысының игілігінде. Оларға ешқандай қауіпте төнбейді, жүректерінде қайғыдан қамықпайды. Насаралардың айтқан сөздерінде негіз жоқ дейді яһудилер. Ал насаралар болса, яһудилер тура жолда емес дейді. Барлығын оқитыны бір кітап, ақиқаттан хабары жоқ надандар да олардың сөзін қайталайды. Қиямет қайым болған кезде олардың теріс пікірлеріне әділ үкімді Алланың өзі айтады. Жаратқанның есімін Алланың мешіттерінде ұлықтап, зікір айтқанға қарсылық білдіргеннен және ғибадатхананы қиратпақ болғаны өткен азғын адам бар ма екен? Мешітке кірген кезде ондайлардың жүректерін үрей билесе игі еді. Ондай пенделерді бұл дүниенің қорлығы мен мазағы және қияметтің жалындаған азабы шарпысын. Күннің шығысы да, батысы да Алланың игілігінде. Жүздеріңді қай тарапқа бұрсаңдар да, сол тараптан Алланы табасыңдар. Ақиқатында Алла барлығы меңгеруші, білуші. Алланың ұлы бар, дейді олар. Алла бәрінен де ұлық. Шын мәнінде ғарыштар мен жердегінің барлығы оның игілігінде, барлығы да оған бағынышты. Ғарыштар мен жердің жалғыз жаратушысы бір өзі. Егерде әлденені қаласа, бол десе жеткілікті, бірден орындала қалады. Жөн білмейтіндер, Алла бізбен өзі тікелей сөйлессе ғой, немесе бізге бір мұғжиза жіберсе болар еді, дейді. Бұған дейінгілер де дәл осындай сөз айтып еді. Тіпті олардың жүректері де бір-біріне ұқсайды. Ақиқи белгілерді біз шынайы сенімге ие болған қауымға жеткізіп қойғанбыз. Біз сені, уа Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, қуаныш хабаршысы ретінде және ескертуші ретінде ақиқи түрде жібердік. Тозаққа түсетіндердің күнәлары сенен сұралмайды. Олардың соңына еріп, ұстанған діндерін қабылдамайынша, яһудилер мен насаралар саған еш уақытта ризашылық білдірмейді. Оларға былай деп айтқан, уа Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Ақиқатында Алланың жолы нағыз тура жол.
Ал егерде сен өзіңе келіп жеткен хақ білімнен кейін де олардың азғыруларына еріп кететін болсаң, Алла тарапынан саған қамқорлық та жәрдем де болмайды. Бізден түскен кітапты шынайы ықыласпен оқитындар оған иланады. Ал кімде-кім сенімсіздік білдірсе, нағыз зиян шегушілер солар. Ей Исраил ұрпағы, сендерді сондай нығметтерге бөлеп, жер жүзінде мәртебелеріңді көтергенімді естеріңе алыңдар. Қандай болмасын, бір пенденің екінші пендеге жәрдем бере алмайтын, құн төлеп құтылып кете алмайтын, шапағат пайда бермейтін, күнәһарларға жәрдем берілмейтін сол бір қиямет күнінен қорқыңдар. Тәңір Ибраһимді әртүрлі әмірлер беріп, қалайша сынап көргенін және де Ибраһимнің сынақтан қалайша сүрінбей өткенін есіңе түсірші. Уа Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлем болсын. Сол кезде Алла оған: абзалы, мен сенің барлық адамдарға имам, діни басшы жасаймын деді. Ал менің ұрпағымды қайтесің? Деп сұрады Ибраһим. Азғын пенделер менің шарапатымнан мақрұм қалады, деп жауап берді Алла. Сөйтіп біз Ибраһимнің тұрған орнын ғибадат жасайтын орынға арнаңдар, дедік те, сол үйді адамдар жиналатын бейбітшіліктің мекені жасадық. Маған тауап қылып, рухуқ етіп, сәжде жасаушылар үшін үйімді таза ұстауды Ибраһим мен Исмайылға парыз еттім. Раббым, бұл жерді қауіпсіз бір мекен жасай көр. Тұрғындарының ішіндегі Аллаға және ақырет күніне иман келтіргендерін түрлі жемістермен жарылқай көр, деп тілек тілеген Ибраһимге Алла күпірлік келтіргендерге де аз ғана уақыт неспе беремін. Содан соң тозақ отының азабын тарттырамын. Оралатын мекендері өте сұмдық орын, деп жауап берді. Ибраһим мен Исмайыл үйдің іргетасын көтеріп жатып: Раббымыз, тілегенімізді қабыл алшы. Әрине, сен бәрін естушісің, көрушісің. Раббымыз, бізді өзіңе бойсынушы құлшылман ете көр. Ұрпақтарымыздан да өзіңе құлшылық ететін үмбеттер шырғайсың. Бізге қажылықтың ғибадат жасайтын орындарын көрсеткейсің. Тәубемізді қабыл алғайсың. Әрине, сен тәубені қабыл алушы, ерекше мейірімдісің. Раббымыз ұрпақтарымызға өзіңнен келген кітапты, аяттарыңды оқып беретін, хикметтеріңді үйрететін, олардың жан дүниесін рухани тазалайтын, өз араларынан елші шарғайсың. Сен күмәнсіз азизсің, аса ізеттісің, хакімсің, данасың, деп жалбарынды. Ақылдан алжасып, жан дүниесі азғындаған пенде болмаса, Ибраһимнің дінінен кім бас тартсын? Біз оның бұл дүниедегі таңдаулы жан болуын лайық көрдік. Әрине, ол Ибраһим ақырет күнінде де салиқалылардың қатарында болады. Раббысы оған: ий басыңды, деп бұйырған кезде ол дереу: әлемдердің Раббысына басын идім, деп жауап берді. Ибраһим мен Жақып өздерінің балаларына өсиет етіп: ей ұлдарым, Алла сендер үшін осы дінді таңдады. Сондықтан да бұл өмірден мұсылман болған күйде ғана өтіңдер, деді. Жақыптың жан тапсырар сәтінде сендер оның қасында тұрдыңдар ма? Мен өмірден өткен соң сендер кімге ғибадат етесіңдер, деп ұлдарынан сұрап еді ғой ол. Сенің құдайыңа табынамыз, және сенің аталарың Ибраһимнің, Исмайылдың және Исқақтың құдайы жалғыз Тәңірге құлшылық қыламыз, деп жауап берген еді олар. Олар дүниеден өткен ұрпақтар ғой. Олардың істеген істері өздеріне ғана тән болмақ. Ал сендер өздеріңнің істеген істеріңе жауап бересіңдер. Олардың істеген істері үшін сендерден сұрақ сұралмайды. Нағыз тура жолды тапқыларың келсе, яһудилердің мен насаралардың жүрген жолынан түсіңдер, деді олар. Жоқ, біз Құдайға шын берілген ханифа Ибраһимнің дініндеміз. Ол нағыз тура жолда болды. Еш уақытта жаратқан иемізге серік қоспаған, деп айтқан оларға: уа Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Ей иман келтіргендер, оларға және де былай деп айтыңдар:
Біз Аллаға және бізге түсірілген ақиқатқа иман келтіреміз. Ибрахим, Исмаил, Исқақ, Жақып және оның ұрпақтарына түсірілгенге, Раббылары тарапынан Мұса мен Исаға және басқа да пайғамбарларға берілген ақиқи кітаптарға сенім білдіреміз. Біз олардың ешқайсысын да бөле жармаймыз. Бір Аллаға ғана бойсынамыз. Егер де олар, яһудилер мен насаралар, сендер иман келтіргенге бір Аллаға иман келтірсе, онда тура жол тапқаны. Ал егер де бас тартса, ақиқаттан алыстағаны. Сені олардан қорғауға Алланың құдіреті жетеді. Ол барлығын естіп білуші. Алланың діні осы. Алланың діннен артық қандай дін болушы еді? Біздің бір жаратқан иемізге ғана құлшылық жасайтынымыз да сондықтан, деп айтыңдар оларға. Оларға былай деп айтқан: уа Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Сендер шынымен-ақ бізбен Алла жөнінде айтыспақсыңдар ма? Алла біздің де Раббымыз, сендердің де Раббыларың. Өзіміздің істеген істерімізге біз өзіміз жауап береміз, ал сендер өз істеріңе жауап бересіңдер. Сондықтан да біз бар ықыласымызбен шынайы түрде Құдайға құлшылық жасаймыз. Әлде сендер Ибрахим де, Исмаил да, Исқақ та, Жақып та және олардың ұрпақтарда яһуди немесе насара болған демексіңдер ме? Ақиқи шындық Алла жақсы біледі ме, әлде сендер білесіңдер ме? Деп айт оларға. Алла тарапынан келген ақиқаттарды жасырғандардан өткен залым адам бар ма екен сірә? Сендердің істеп жатқан істеріңе Алла немқұрайлы қарамайды. Олар бір заманы өткен қауым ғой, өз амалдарына лайық тиісті сыбағасын алады. Ал сендер өздеріңе тиістісін ие боласыңдар. Олардың істеген істеріне сендер жауап бермейсіңдер. Кейбір ақымақ пенделер былай деп әңгіме қылады: бұрыннан бері жүздерін қаратқан құбыласынан бұлар неге кенеттен теріс бұрылды? Ондайларға шығыс пен батыста Алланың игілігінде, ол өзі қалаған пендесін тура жолмен алып жүреді, деп айтқан: уа Мұхаммед, оған Алланың игілігі мен сәлемі болсын. Айналадағы өзге адамдардың істеріне куәгер болуларың үшін, ал сендердің жасаған амалдарыңа елші куәлік ету үшін біз сендерді сабырлы мәмілеге келуші қауым жасадық. Ал жүздеріңді бұрып келе жатқан бұрынғы құбыланы өзгерткен себебіміз пайғамбардың соңынан еретіндерді және одан теріс айналатындарды ажырату үшін жасалған еді. Мұндай өзгеріс Алланың өзі тура жолға салғандардан өзгелер үшін көп қиындық келтірді. Алла сендердің бұрынғы құбылаға қарап жасаған құлшылықтарыңды зая кетірмейді. Өз пенделеріне дегенде Алла жанашыр да мейірімді. Сенің көкке қарай бергеніңді біз көрдік. Уа Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Енді біз саған өзіңнің жүрегіңе жылы тиетін құбылаға қарай жүзіңді бұр деп бұйырамыз. Күнә атаулыға харам болған Әл-Харам мешітіне қарай бет бұрғайсың. Осыдан кейін енді қай тарапқа жүрсең де жүздеріңді солай қарай бұрыңдар. Шын мәнінде бұл өзгерістің Тәңірі тарапынан келгенін кітап иелері біледі. Олардың істеген амалдарына Алла немқұрайлы түрде қарап қалмайды. Кітап түскендерге Алладан қандай айқын дәлелдер келтірсең де, олар сенің құбылаңа бет бұрмайды, ал сен олардың құбыласына бет бұрмайсың. Және де олар кітап түскендер өз арада бір-бірінің құбыласына бет бұрмақ емес. Осындай ақиқи білім келгеннен кейін де олардың қалауына бой алдырсаң, сен де азғындардан боласың. Кітап түскендер қауымы оны Мұхаммедті, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, өз ұлдарын танығандай біледі. Сөйте тұра олардың бір тобы ақиқатты әдейі жасырады. Ақиқат Алладан. Шындыққа күмән келтірушілерің қатарында болма, уа Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Алла әркімнің бет бұратын өз тарапын белгілеген. Ізгі амалдар жасауда бір-біріңнен озуға ұмтылыңдар. Қайда жүрсең де Алла барлығыңды бір мақсатқа біріктіреді. Өйткені Алла өте құдіретті. Қай жерде жүрсең де жүзіңді Әл-Харам мешітіне қарай бұр. Раббың тарапынан келген ақиқат осы. Сендердің қандай болмасын жасаған іс амалдарыңа Алла немқұрайлы түрде қарамайды. Қай мекенде өмір сүрсең де, құлшылық жасар кезде жүздеріңді Әл-Харам мешітіне қарай бұрғайсыңдар.
Адамдардың арасында өздеріңе қарсы дау-дамай тумас үшін қай тарапқа жүрсеңдер де жүзіңді солай қарай бұр. Уа Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Ал имансыздардан еш қорықпаңдар, менің қаһарымды туғызудан қорқыңдар. Сендердің бақыттарыңды бұлай өзгертуім себебі өздеріңе арналған жарылқауым. Сондай-ақ сендерге біздің аяттарымызды оқып, жан дүниелеріңді тазартатын, әрбір хикаяларды баяндау арқылы білмегендеріңді үйрететін өздеріңнің араларынан елші жібердік. Үнемі мені естеріңе алыңдар, сонда мен де сендерді еске аламын. Маған шүкіршілік етіңдер, күпірлікке бармаңдар. Ей иман келтіргендер, бастарыңа әлде бір қиындық түссе, сабырлық жасап, намазға жүгініңдер. Ақиқатында Алла сабыр етушілерді қолдаушы. Алланың жолында жанын пида еткен жандар, өлген жандар деп айтпаңдар. Жоқ, олар тірі, бірақ сендер оны сезінбейсіңдер. Сендерді біз міндетті түрде аздап қорқыту, аштыққа ұшырату арқылы, дүние мүліктеріңнен ажырату арқылы, жақындарынан айырылу арқылы, еккен егістеріңді зая кету арқылы сынаққа саламыз. Сабыр ете білгендерді сүйіншіле. Уа Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Әлде бір қайғы-қасірет келе қалса, біз Алланың құзырындамыз, барар жерімізде соның алды, дейді сабырлылар. Раббыларының мейірімі түсіп, рахымына бөленуге лайықты жандар міне солар. Нағыз тура жолдағылар да солар. Сафа мен Маруа таулары Алланың дініне қатысы бар мекен жайлар. Кімде-кім қажылық немесе умра жасаса, сол екеуін тауап еткен абзал. Жақсылыққа ұмтылған жандарды Алла ескеріп риза болады. Ақиқатында біз түсірген айқын аяттар мен тікелей нұсқауларды оларға жіберген кітаптарды түсіндіріп айтып берген соң да шындықты жасырғандарға Алла қарғыс айтады. Жалпы жауыздық атаулыға лағнет айтушыларды ондай пенделерге қарғыс жаудырады. Ал істеген істеріне өкініп, тәубеге келіп, ақиқатты жариялап, ізгілік жасағандардың жөні бөлек. Мен олардың тәубесін қабылдаймын. Мен тәубелерді қабылдаушы мейірім иесімін. Ақиқатын айтар болсақ, күйкі тіршіліктері күпірлікпен өтіп, кәпір күйінде өлгендерге Алланың, оның періштелерінің және барша адамдардың лағнеті бар. Олар мәңгілік қарғыста. Ондайларға арналған азаптар жеңілдемейді, мерзімі де қысқартылмайды, ешқандай кешірім де жасалмайды. Тәңірлерің бір ғана Тәңір, мейірімді де рахымды Алладан басқа құдай жоқ. Ақиқатына келер болсақ, көктер мен жердің жаратылысында, түн мен күндіздің алмасуында, адамдарға пайдасын тигізіп, теңізде жүзген кемелер, Алланың аспаннан жауын жауғызып, өлі жерді қайта тірілтуінде және оның бетіне барлық жануарларды таратуында, аспан мен жердің арасында есіп жүрген желді өзіне бағындыруында, өзіне бағынышты бұлттарды жүргізуінде саналы қауым үшін белгілер бар. Адамдардың ішінде Алладан өзгені тәңір тұтып, оларды дәл мұсылмандардың Алланы сүйгеніндей жақсы көретіндері бар. Алайда иман келтіргендер Алланы ерекше күйде сүйеді. Жазалауға келгенде Алланың аса құдіретті және қаһарының өте сұрапыл екеніне имансыз пенделерге жазаланар сәтін ғана көздері жетеді. Ол қиямет күні. Теріс жолға бастаушылар өздерінің соңынан ілескендерден безеді. Олардың араларындағы қарым-қатынастары күрт үзіледі. Шіркін-ай, егер де өмірге қайта оралар болсақ, әлгі бізді тура жолдан адастырып, енді бізден қашқан залымдардан аулақ жүрер едік, деп ерушілер өкініште болады. Осылайша Алла олардың жасаған опасыз амалдарын өз көздеріне көрсетеді. Олар тозақ отынан шыға алмайды. Уа адамдар, жер бетіндегі адал, халал, пайдалы нәрселермен қоректеніңдер. Шайтанның соңына ермеңдер. Оның сендерге дұшпан екені анық. Ол шайтан сендерді жаманшылыққа,
арсыздыққа және өздерің анық білмейтін істер жөнінде Аллаға қарсы сөйлеуге шақырады. Оларға Мекке мүшриктеріне Алла түсірген Құран жолымен жүріңдер делінсе, олар жоқ, біз ата-бабаларымыздың жолынан таймаймыз дейді. Ал егерде ата-бабалары еш нәрсені білмейтін, түсінбейтін және ақиқатты ажырата алмайтын адамдар болса да, адасып соңынан кете бермек пе? Сенің кәпірлер қауымын үгіттемек болғаның, уа Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Айқайлаған дауысты естігенмен ақиқатты айтсаң естімейтін, шындықты нұсқасаң көрмейтін, тура сөзді сөйлемейтін малдарға айтқанмен бірдей. Олар саңырау, мылқау, соқыр. Олардың еш нәрсені ұқпайтыны да сондықтан. Уа мүминдер, өздеріңе ризық етіп берілген халал, таза тағамдармен ғана қоректеніңдер. Аллаға ғана табынар болсаңдар, оның сендерге бұйырған нәсіптеріне шүкіршілік етіңдер. Ол жаратқан иеміз, сендерге өлексені, ағып шыққан қанды, доңыз етін және Алладан өзгенің есімімен айтылған сойылған жануарлардың етін харам қылды. Ал кімде-кім зәруліктен әуестенбей және шектен шықпай ғана жеуге мәжбүр болса, онда оған күнә жазылмайды. Ақиқатында Алла кешірімді де рахымды. Алланың түсірген кітабындағы халыққа арналған ақиқаттарды жасыратындардың және оны арзымас құнға сататындардың ішкен жегендері іштеріне от болып түседі. Қиямет күні Алла олармен сөйлеспейді. Олардың күнәлары да кешірілмейді. Олар жан ауыртатын азаптарға душар болады. Олар тура жолдың орны адасуды, кешірім орны азапты айырбастап күнәні сатып алғандар. Тозақ отынан шыдауға дайын ба екен өздері? Өйткені Алланың түсірген кітабы ақиқат. Ол сол қасиетті кітап жөнінде кереғар пікір айтқандар еш бітірмес қайшылықта қалады. Имандылық, ізгілік секілді қасиеттер сендердің жүздеріңді күншығысқа немесе батысқа бұруларыңмен ғана шектеліп қоймайды. Аллаға, ақырет күніне, періштелерге, кітапқа және пайғамбарларға иман келтірсе, дүние байлықты жақсы көре тұра, туған туыстарына, жетімдерге, міскіндерге жолаушыға берсе, қол жайып сұрап келген мұқтаж пендеге көмектессе, құлдарды азат етуге жұмсаса, намазды толық өтесе, зекет берсе, берген уәдесіне берік болса, басына күн туғанда қиыншылыққа сабыр етсе, нағыз ізгілік. Міне сонда нағыз адал жандар, нағыз тақуалар сондай болады. Уа иман келтіргендер, сендерге кісі қолынан өлген жақындарың үшін кек алу парыз етіледі. Егер де біреулер азат басты адамды өлтірсе, орнына азат адам. Ал егер құл өлтірсе, оның құлын. Әйел адам өлтірсе, оның әйел адамын өлтіріп кек алынады. Егер де құныкер тарапынан қылмыскерге кешірім жасалса, онда қылмысты пенде әділеттікке жүгініп, тиесілі құнын төлеуі тиіс. Жаратқанның сендерге жасаған жеңілдігі мен қайырымы осындай. Ал одан кейін шектен шығып кеткендерің азабы ауыр болады. Уа ақыл иелері, кек алу заңы өз өмірлеріңе қорған болмақ. Бәлкім, өзгенің қанын төгер алдында бір сәт ойланып сақтанарсыңдар. Сендерге өлім сәті жақындаған шақта өз дүние мүліктеріңді, арттарыңда қалатын ата-аналарыңа, туған туысқандарыңа әділеттікпен бөліп беру жайлы игілікті өсиет қалдыру парыз етіледі. Тақуа жандарға жүктелетін бір міндет осы. Егерде кімде-кім жан тапсырушының өсиетін ести тұра қасақана өзгертіп жіберсе, бар күні соның мойнына түседі. Ақиқатын айтар болсақ, Алла естуші, әр барлығын білуші. Өсиет қалдырушыны қателесуден немесе әділетсіздікке барып күнә жасаудан сақтау мақсатында туыстарының арасын бейбітшілікпен бітімдестірген жанға күнә жазылмайды. Ақиқатын айтар болсақ, Алла жарылқаушы және аса рахымды. Уа иман келтіргендер, өздеріңе дейін қауымға парыз етілгендей тақуалыққа жетуді
жетулерің үшін сендерге де ораза ұстау парыз етілді. Ораза ұстау мерзімі санаулы күндермен шектеледі. Егерде дәл сол күндері біреулерің науқастанып қалсаңдар немесе сапарда болсаңдар, басқа күндері ораза ұстап, орнын толтырыңдар. Ал орынды себептермен оразаны соңына дейін ұстай алмайтындарың үшін күніне бір міскін адамды тамақтандыру парыз. Кімде-кім осындай ізгіліктер жасауды белсенділік көрсетсе, қайыры өздеріне. Ораза ұстаудың өздеріңе пайдалы екенін білесіңдер ғой. Рамазан айы адамзатты тура жолға бастайтын, өмірдің ақиқатын ажыратып, айқын дәлелдермен көрсетіп берген қасиетті Құран түсірілген ай. Осы айға аман жеткен әрбір адам ораза ұстасын. Ал науқастанып қалғандар мен сапарда жүргендер басқа күндері ораза ұстап орнын толтырсын. Алла сендерге әр нәрсенің жеңілдігін қалайды, қиындықты қаламайды. Сендердің ораза күндерін толық орындағандарыңды, өздеріңді тура жолға салған Алланы ұлықтағандарыңды қалайды. Мүмкін Құдайға енді разы болып шүкіршілік етесіңдер. Құлдарым мен жайлы сұрай қалса, қасындамын. Тілек тілеушінің дұғасына жауап беремін. Олар да менің әміріме құлдық қылсын, иман келтірсін. Сонда ғана олар тура жолмен жүретін болады. Ораза айының түндерінде әйелдермен жақындасуларыңа рұқсат беріледі. Сендер бір-бірлерің үшін үстіге киетін киім секілдісіңдер. Алла сендердің жұбайларыңа жақындаспағаннан қиналғандарыңды, күнәларыңды күні бұрын білген. Тәубаларыңды қабыл етіп, кешірім берді. Енді түн кезінде әйелдеріңмен жақындаса беріңдер. Алланың өздеріңе бұйырған нәсібін татыңдар. Таң атар сәтте ақ жіп пен қара жіп ажырататындай мезгіл болғанға дейін ішіп жеңдер де кешке дейін ораза ұстаңдар. Мешіттерге истикафта болған кездеріңде әйелдеріңмен жақындаспаңдар. Алланың сендерге арнаған үкімдері осы. Оларды бұзушы болмаңдар. Тақуалықпен сақтанып жүрулерің үшін Алла өз аяттарын адамдарға осылай баяндайды. Бір-бірлеріңнің дүние байлықтарыңды әділетсіздікпен жемеңдер. Күнә екенін біле тұра, өзгелердің дүниесін заңсыз жолмен жеу, меншіктеп алу үшін ұлықтарға, билерге пара бермеңдер. Олар сенен, уа Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын, айдың толуы жайында сұрайды. Ол құбылыс адам баласы уақытты анықтау үшін және қажылық сапардың мерзімін білу үшін деп жауап бергейсің. Имандылық дегеніміз елге көрінбей үйдің артқы есігінен кіруде емес. Имандылық адам баласының тақуалық жолмен жүруінде. Сондықтан да мәңгілік бақытқа жетемін десеңдер, үйдің алдыңғы жағындағы негізгі есігінен ақ кіре беріңдер. Бірақ Құдайдың қаһарына ұшыраудан қорқыңдар. Сендерге қарсы майдан ашқандар мен Алланың хақ жолында шайқасыңдар. Бірақ шектен шығып кетіп жүрмеңдер. Ақиқатын білер болсаңдар, Алла шектен шыққандарды жақсы көрмейді. Соғыс майданында кездескен жерде жауларыңды өлтіріңдер. Кезінде сендерді құт мекендерің Меккеден қуғандай, оларды да тұрған мекендерінен қуып шығыңдар. Фитна, күпірлік қарапайым пендені имансыздық пен теріс жолға азғыруы. Майданда адам өлтіргеннен де жаман іс. Жауларыңның өздері кенет шабуыл жасамаса, Әл-Харам мешітінің маңайында майдан ашпаңдар. Ал егерде жауларың өздері соғыс бастаса, өлтіріңдер. Кәпірлер осындай жазаға лайық. Егерде олар соғыс қимылдарын тоқтатса, онда сендерді тыйылыңдар. Алла бәрін кешіруші әрі шексіз мейірімді. Жаулардың жауыздық әрекеттері тыйылғанша, Алланың діні үстемдік құрғанша, олармен соғысып бағыңдар. Ал егерде олар соғыстан тыйылса, арандатушылардан өзгелерге дұшпандық жасамаңдар. Қасиетті айдың қасиеті, жұрттың барлығына бірдей қасиетті. Оны бұзғандардың дауасы жаза. Кімде-кім сендерге қалай дұшпандық етсе, сендер де сол дәрежеде шайқасыңдар. Алладан қорқыңдар. Алла тақуалар жағында екенін біліңдер.
Алланың жолында садақа беріңдер, өз қолдарыңмен өздеріңді өлімге байламаңдар. Ізгі амалдар жасаңдар. Ақиқатында Алла жақсылық жасағандарды жақсы көреді. Алланың разылығы үшін қажылық пен умраны толық өтеңдер. Егер де ниет етіп ихрам киген соң әлде бір себептермен шыға алмай қалсаңдар, өздеріңнің шамаларын келген малды Құдай жолына құрбандыққа шалу міндеттелінеді. Меккедегі құрбандық шалуға арналған орынға жетіп, құрбандықтарыңды шалғанша шаштарыңды алмаңдар. Ал басында жарасы бар немесе ауру болғаннан шашын алуға мәжбүр болса, онда ораза тұту, садақа беру немесе құрбандық шалу арқылы пидиясын өтеуі лазым. Ал егерде аманшылықта болып, қажылыққа дейін умра мен таматтух жасасаңдар, шамаларын келген малды құрбан шалу міндеттелінеді. Кімде-кім құрбандыққа мал таппаса, шамасы келмесе, қажылық кезінде 3 күн, қайта оралғаннан кейін 7 күн, барлығын толық 10 күн ораза тұту міндетті. Бұл тәртіп Әл-Харам мешітінің төңірегін мекендейтін халық үшін емес, сырттан келгендер үшін. Алладан қорқыңдар, жазалауға келгенде Алла қаһарының қатты екенін естерінен шығармаңдар. Қажылық міндеті белгілі айларда өтеледі. Осы айларда қажылық парызын өтеуге ниеттенген пенденің әйелімен жыныстық қатынасқа түсуіне, күнә жасауына, өзгелермен жанжалдасуына тыйым салынады. Қандай жақсылық жасасаңдар да Алла оны біледі. Жолға шығарда қоректенетін азық-түліктеріңді алыңдар. Ақиқатында ең жақсы қорек тақуалық. Уа, сана сезім иелері, менің қаһарымды туғызудан сақтаныңдар. Тәңірлеріңнен ризық сұраудың сендерге еш айыбы жоқ. Арафаттан түскен соң Машғарил харамның Муздалифаның тұсында Алланы еске алып зікір етіңдер. Бұрын сендер де көп адасқандардың бірі болатынсыңдар. Алла жарылқап тура жолға салды. Содан соң Арафат тауының адамдар барып қайтқан жерінен қайтыңдар. Алладан жарылқау тілеңдер. Ақиқатында Алла кешірімді, ерекше рахымды. Қажылық амалдарын жасап болғаннан кейін ата-бабаларыңды естеріңе алғандай, немесе одан да көбірек Алланы зікір етіңдер, естеріңе алыңдар. Жаратқан иесін есіне алып дұға жасағандардың кейбіреулері Раббымыз бізге дүние игілігін бере көр деп жалбарынады. Ондайларға ақыретте несібе жоқ. Ал тәңірлеріне зікір айтып дұға жасап, уа жаратқан ие, бізге мына дүниенің игілігін де ақырет байлығын да бере көр, тозақ отынан сақтайсың дейтіндер де бар. Міне, солай деп жалбарынғандар үшін өздеріңнің жасаған сауапты амалдарына лайық мол сыйлықтар бар. Алланың есебі тез. Белгіленген күндері Аллаға зікір, ташрих тәкбірін айтыңдар. Ал кімде-кім асығып, тас лақтыру рәсімін 2 күнге орындаса, енді біреулер үлгере алмай 3-ші күнге кешіктіріп жатса да, оларға күнә жазылмайды. Бұның барлығы тақуалар үшін уәжіп болған ғибадаттар. Алладан қорқыңдар, оның құзырына жиналатындарыңды біліңдер. Дүниелік тіршілікте сөйлеген керемет сөздерімен сені таңқалдыратын адамдар бар. Жүрегімде берік иманым бар, деп олар Алланың атымен ант етеді. Ал шын мәнінде ол адам ешкіммен мәмілеге келе алмайтын жаншалшыл дәукес пенде. Онда 200-лер былай шыға бере айналасына зиянкестік жасай қалса, елдің еккен егініне, баққан малына залалын тигізеді. Жауыздық жасаушыларды Алла жақсы көрмейді. Ондай пенделерге Құдайдан қорықсаңшы деп ескерту жасай қалсаң, істеген жауыздықтарына тәкаппарлығы қосылып, мүлдем күнәға бата түседі. Ондайлардың мәңгілік тұрағы болатын жаһаннам қандай жеркенішті орын десеңші. Алланың разылығын алу үшін шыбын жанын садақа қылатын пірадар пенделер де бар. Өзіне құлшылық қылған құлдарына Алла қамқоршы. Уа, иман келтірген жандар, ислам дінін жан жүректеріңмен қабылдаңдар. Азғырушы шайтанның соңынан ермеңдер. Ақиқатын айтатын болсақ, ол сендердің қас дұшпандарың. Айқын дәлелдер жеткеннен кейін де
ақиқаттың тура жолына тайсаңдар, Алланың аса құдіретті, керемет даналық иесі екені естеріңде болсын. Қорқынышты қара бұлттарын төндіріп, Алланың әмірі және періштелері келеді деп күтіп жүрме екен ол имансыз пенделер. Барлық болатын құбылыстар алдын ала айқындалып қойылған. Адамзат баласының барлық істерінің нәтижесі мен есебі Алла алдында барады. Өздеріне қаншама айқын дәлелдер жібергенімізді Исраил ұрпақтарынан сұрашы, уа Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Ал егерде кім Алланың ақиқи қағидалары негізінде өздеріне келген жарылқауларын қасақана бұрмалап жіберсе, Алланың жазасының қандай қаһарлы екенін білетін болады. Иман келтірген жандарды мазақ қылатын кәпірлер үшін мына өткінші дүниенің қызықтары, ләззаттарға толы керемет әсем болып көрінеді. Алайда қиямет күні сол тақуалықпен өмір сүрген жандардың мәртебесі олардан, кәпірлерден үстем болып шығады. Алла өзі қалаған, лайық деп есептеген құлдарын сансыз көп сыйлықтармен жарылқайды. Алғашқы кездегі адамдар бір діндегі тұтас қауым еді. Оларды сақтандырып әрі насихаттау үшін Алла пайғамбарлар жіберіп сүйіншіледі. Және сол елшілер арқылы олардың әркелкі көзқарастарына төрелік айтатын шындыққа толы кітап жіберді. Алайда кітап түсіргендердің өзі анық дәлелдер келгеннен кейін де бір-біріне деген іштарлық, көре алмаушылық мінездерінің кесірінен өзара дауласып тартысқа түсті. Алланың қауымымен болған сол талас тартыстағы мәселе де ақиқатқа сенген жандарды да Алла өзі қолдады. Алла өзі қалаған жанды тура жолға салады. Өздеріңе дейінгі қауымдардың көрген бейнет зардаптарын өз бастарынан өткермей-ақ жәннатқа кіре саламыз деп ойлайсыңдар ма? Олар жоқшылыққа, әртүрлі ауруларға душар болған еді. Олардың адам төзгісіз көптеген қорлықтар көргендері, сондай араларындағы елші мен олардың сөздеріне сеніп соңдарына ергендердің өзі Алланың жәрдемі қашан келіп жетеді деп тілеу тілеген. Алланың көмегі шын мәнінде жақын. Уа Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Олар сенен садақа берудің пәтуасы жөнінде сұрайды. Қолдарыңдағы дүние байлықты ата-аналарыңа, туған-туысқандарыңа, жетімдерге, міскіндерге және сапарда жүрген мүсәпірлерге жұмсаңдар. Шын мәнінде сендердің жасаған игілікті істерің әрқашанда Аллаға мәлім, деп айтқын оларға. Көңілдеріңе жақпаса да сендерге соғыс парыз етілді. Кейбір жағдайларда сендерге ұнамайтын нәрселер өздеріңе қайырлы болып шығуы мүмкін. Ал көңілдерің қалап, ұнатқан нәрселерің өздеріңе зиян болуы да мүмкін. Шын мәнінде ненің пайдалы, ненің зиянды екенін Алла біледі, сендер білмейсіңдер. Уа Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Олар сенен тыйым салынған әл-харам айында соғыс жүргізуге болады ма деп сұрайды. Ол айда майдан ашу үлкен күнә. Бірақ Алланың әміріне күпірлік етіп, өзгелерді Құдай жолынан азғыру, мұсылмандарды әл-харам мешітіне кіргізбей, өмір сүріп жатқан мекендерінен қудалау, Алла алдында одан да зор қылмыс. Халықты тура жолдан күпірлікке азғыру, адам өлтіргеннен де әрмен. Қолдарынан келсе, сендерді діндерінен шығармайынша соғысты тоқтатпайды. Егерде іштеріңдегі әлде біреулерің өз діндеріңнен бас тартып, кәпір күйінде жан тәсілім етсе, олардың жасаған амалдары бұл дүниеде де, ақыретте де зая кеткені.
ондай бишаралар тозақ отының мәңгі тұрғындарына айналады. Ақиқатын айтар болсақ, Аллаға иман келтіріп, сол үшін жайлы мекендерінен ауып, Тәңір жолында майданда шайқасқан жандар, Алланың рахымынан үміткерлер. Алла тағала кешірімді әрі рахымды. Уа Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Олар сенен адамды мас қылып есінен ажырататын ішімдіктер мен құмар ойындары жайлы сұрайды. Оларға ол екеуі де үлкен күнә. Адамдар үшін кейбір пайдасы да болады, дегенмен пайдасынан гөрі зияны көп, деп жауап бер. Олар өз дүние мүліктерінің қаншасын садақаға жұмсау керек екенін де сұрайды. Қажеттеріңнен артылғанын, деп жауап бергейсін. Осы дүние мен ақырет жайлы ойлануларың үшін Алла өз аяттарын осылай баяндайды. Олар сенен жетімдер жайлы сұрайды. Уа Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Оларға қайырымдылық жасау Құдай сүйер, қайырлы іс деп айт. Егер де оларды өз қамқорлықтарына алсаңдар, сендер де бауыр секілді болады. Алла арамдық жасаушы мен ізгілік жасаушыны біледі. Егер де Алла қаласа, бастарыңа тауқымет түсіре салады. Алла құдіретті әрі дана хәкім. Иманға келмейінше мүшрик әйелдермен некеге тұрмаңдар. Сендерді сұлу көркімен қызықтырған мүшрик әйелден мүмин күн сөзсіз артық. Толық иманға келмейінше мүшрик еркектерде некелеспеңдер. Сендерге мінез құлқымен жақсы көрінген мүшрик еркектен мүмин құл сөзсіз жақсы. Олар, мүшриктер, сендерді тозақ отына қарай шақырады. Ал Алла сендерді жәннатқа және өзінің жарылқауына шақырады. Пенделері санасына ой түйсін деп жаратқан өз аяттарын осылай баяндайды. Уа Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Олар сенен әйелдерінің етеккірі жөнінде сұрайды. Ол зиянды кезең. Ондай уақытта әйелдеріңе жоламаңдар. Етеккірден арғанға дейін олардан аулақ болыңдар. Ал тазарған соң Алла бұйырған тәртіппен жақындасыңдар. Тәубе етушілер мен таза жүрушілерді Алла жақсы көреді. Сендердің жарларың өздеріңнің егістерің іспетті. Сондықтан да сол егіжайға көңіл қалаған қалыпта жанасып ләззат алыңдар. Бірақ өздеріңнің жан дүниелеріңді алдын ала дайындап алыңдар. Қандай жағдайда да Құдайдың қаһарынан қорқыңдар. Ақыры түбінде Алланың алдына баратындарыңды ұмытпаңдар. Қуанышты хабарды иман келтіргендерге жеткіз. Алланың атымен ант ішіп қана қоймай, әрдайым ізгілікті істер жасаңдар. Тақуалық тіршілік кешіңдер. Өзара жерінжескен адамдарды татуластыруға тырысыңдар. Алла естуші, бәрін білуші. Құдай сендердің ант берген кездегі айтқан бос уәделерің үшін жазаламайды. Жүректеріңдегі ниеттеріңе қарап жауапқа тартады. Алла кешіруші, өте мейірімді. Әйелдеріне жақындамауға ант бергендер үшін 4 ай мерзім бойынша тыйым белгіленген. Сол уақыттан соң ерлі-зайыптылар өз райларынан қайтар болса, Алла да оларға кешірмен қарап жарылқайды. Ал егерде олар әйелдеріне талақ белгілері келсе, Алла естуші, білуші ғой. Талақ берілген әйел 3 етеккір уақыты өткенше күтетін болсын. Егерде олардың Аллаға және ақырет күніне иман келтіргендері рас болса, жатырларындағы, құрсақтарындағы Алланың жаратқанын нәрестені жасыруларына рұқсат жоқ. Егерде татуласуды қаласа, осы мерзімнің ішінде күйеулері оларды қайтадан алуға қақылары бар. Әйелдердің атқаратын міндеттерімен қоса жақсы қарым-қатынасқа, әдет-ғұрыпқа лайық құқықтары бар. Алайда ер азаматтардың әйелдерден бір дәреже үстемдігі де бар. Алла құдіретті, хәкім. Талақ беруге 2 мәрте ғана рұқсат етіледі.
одан кейін зайыбымен мәмілеге келіп бейбіт түрде өмір сүру керек, немесе жақсылықпен оның басына бостандық беру шарт. Және де Алланың әйелге берген құқықтары сақталмай қалудан сескенген жағдайдан өзге бұған дейін оған сыйлаған сыйлықтары және жеке дүниелеріне қол сұғуларыңа рұқсат жоқ. Егер де ерлі-зайыптыларда Алла алдындағы өз құқықтары сақталмай қалады-ау деген қауіп болса, әйелі өз дүниесінен еріне құн бодау беріп бостандығын сатып алуына болады. Олардың бұндай әрекеттеріне ешқандай да күнә жазылмайды. Міне, ерлі-зайыптылардың арасындағы қарым-қатынастағы Алланың шектеулері осындай. Бұл қағидаларды ешқандай да бұзушы болмаңдар. Кімде-кім Алланың үкімдерін бұзып шектен шықса, бетімен кеткендерден болады. Егерде ері әйеліне 3-ші рет талақ берсе, әйелі басқа күйеуге шығып, одан талақ алғанға дейін екеуінің қайтып үйленулеріне болмайды. 2-ші рет шыққан күйеуінен басы босаған соң, Алланың талап еткен шектеулерін орындай алатындарына сенімді болса, екеуінің қайта қосылуларына күнә жоқ. Міне, жөн білетін адамдарға таратып түсіндіретін Алланың үкімдері осындай. Егерде әйелдеріңізге талақ беретін болсаңдар, оларды үйде ұстау үшін белгіленген мерзімге иддаға жеткен кезде оларды адамгершілікпен алып қалыңдар, немесе жақсы тілеумен қоя беріңдер. Оларға қысым көрсетіп, шектен шығып күшпен ұстамаңдар. Ондай әрекетке барғандар өз-өзіне зұлымдық жасайды. Алланың заңдарын ойынға айналдырмаңдар. Алланың сендерге берген нығметтерін ұмытпаңдар, және сендерді ізгілікке уағыздайтын кітап пен хикмет түсіргенін естеріңе алыңдар. Алладан қорқыңдар, және Алланың барлық нәрсені білуші екенін ұмытпаңдар. Өздерің талақ берген әйелдерің оларды үйде ұстау үшін белгіленген мерзімді өткізген соң, өзара түсіністікпен көңілдері жарасып, бұрынғы күйеуіне қайта қосылам десе, оған еш кедергі болмаңдар. Аллаға және ақырет күніне иланғандар үшін насихаты осындай. Сендерге тиімді және адал жол осы. Алла біледі, сендер білмейсіңдер. Егерде жас босанған аналар бөпесінің емшектегі уақытын толық сақтағысы келсе, оның мерзімі толық 2 жыл. Сол уақыттың ішінде бала емізуші ананы азық-түлікпен, киім-кешекпен жеткілікті дәрежеде қамтамасыз ету әкенің мойнына жүктеледі. Ешбір адамға оның шамасынан тыс міндет артылмайды. Баласы үшін жоқ затты тауып бер деп анасы мен әкесіне қиындық түсіруге болмайды. Осы талап мирасқорға да қатысты. Егерде екеуі ара келісіп, баланы емшектен шығарамыз деген шешімге келсе, ол әрекетте күнәға жатпайды. Егерде балаларыңды бала емізуші әйелге тапсырғыларың келсе, келіскен ақысын ренжітпей төлеңдер. Бұндай істе де ешқандай күнә жоқ. Алладан қорқыңдар, және де істеген істеріңді Алланың толық көруші екенін білетін болыңдар. Араларыңнан әлдебіреу қайтыс болса, артында қалған жесірлері 4 ай, 10 күн қара жамылып аза тұтсын. Мерзімі толғаннан кейін әдеттен аспай, өз халқының салт дәстүрінен аттамай, бой түзеп, өз қамын ойлай бастаса, оның жауапкершілігі сендерге жүктелмейді. Алла сендердің істеген істеріңнен толық хабардар. Ондай басы қаралы идда кезіндегі әйелдерге өз көңілдеріңізді ишарамен білдірудің сөкеттігі жоқ. Сендердің оларға байланысты пиғылдарың Аллаға мәлім. Сондықтан әдіптен асып олармен жасырын уәде байласпаңдар. Белгіленген идда мерзім өтпей неке қиюға кіріспеңдер. Сендердің көкейлеріңде қандай пиғыл жатқанын Алланың білетінін ұмытпаңдар. Арам ойдан сақ болыңдар. Алла кешірімді,
әрі керемет мейірім иесі екенін естеріңе сақтаңдар. Егер де әйелге жақындаспай әрі сыйақысын бермей тұрып талақ етсеңдер, сендерге ешқандай күнә жазылмайды. Бай мен кедей адам өз жағдайларына қарап қалыптасқан әдет-ғұрыпқа сәйкес алатын әйелдерінің қалыңдық сыйын берулері тиіс. Ізгілік жасаушылардың атқаратын борышында осындай терең мән бар. Ал егерде берілетін сыйақының мөлшеріне келісіп қойып, бірақ та әйелге жақындаспай тұрып талақ берсеңдер, келіскен дүниенің жартысын сол қалыңдыққа қалдыруларың тиіс. Тек әйелдің өзі кешірім жасаса, немесе неке ықтияры өз қолында тұрған ер азаматтың өзі сыйақыны түгелдей сол әйелге қалдырам десе, онда бұл басы ашық мәселе. Кешірім жасай білудің өзі тақуалыққа таяу тұрған қасиет. Бір-біріңе кешірімділік жасауды ұмытпаңдар. Ақиқатында істеген істеріңнің барлығын Алла көруші. Оқитын намаздарыңа, әсіресе ортаңғы екінті намазына өте мұқият болыңдар. Аллаға және тәндеріңмен беріліп тұрып оқыңдар. Бастарыңа қауіп төніп тұрғанын сезсеңдер, ат үстінде немесе жаяу жүріп келе жатып та намаздарыңды оқыңдар. Ал қауіпсіз жерге жеткен соң, бұрын білмегендеріңді үйреткен Алланың рәсімі бойынша намазды толық орындап, Аллаға жалбарыныңдар. Араларындағы бір жан дүниеден өтсе, артында жесір қалған әйелін қудаламай, бір жыл бойы асырап бағуды туыстарына өсиет етсін. Егерде әйелдер өз жөнін тауып, өз беттерімен кетіп жатса, сендерге күнә жоқ. Алла ізетті, және ол керемет дана. Ажырасқан соңда бөлек тұратын әйелдерді жеткілікті дәрежеде әдет-ғұрыпқа сай, қажеттіліктерімен қамтамасыз ету Құдайдың қаһарынан қорқатын тақуалардың міндеті. Өзінің аяттары мен заңдарын Алла осылай таратып түсіндіреді. Бәлкім ақылға салып ойланып көресіңдер. Кезінде өздеріңе төніп келген өлімнен қорқып, мыңдаған адамның үйлерін тастай қашқанын білмеуші ме едің, уа Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Алла оларға мерт болыңдар деді. Соңынан қайтадан тірілтті. Алланың пенделеріне деген мейірімі мол, бірақ адамдардың көпшілігі жақсылыққа шүкіршілік етпейді. Алла жолында күресіңдер. Алланың естуші, білуші екенін естеріңде сақтаңдар. Кімде-кім Құдай жолына арнап көптеген қаржы жұмсаса, Алла оны өзіне еселеп қайтарады. Адам баласының ризығын тарылтатын да, еселеп көбейтетін де Алланың өзі. Сендер барлығыңда оған қайтып ораласыңдар. Исраил ұрпақтарынан шыққан ақсүйектердің Мұса қайтыс болған соң үлкен жиын құрғанын білмеуші ме ең, уа Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Олар өз арасындағы пайғамбары Самуилге Алла жолында соғысу үшін бізге бір патша сайлап берсең деді. Егер де сендерге соғыс парыз етілсе, майданға шықпай қалуларың мүмкін бе? Деп сұрады. Олардан пайғамбар: тұрған үйімізден, елімізден де қуып, балаларымыздан айырылып жатса, неге Алла жолында соғыспасқа? Деп жауап берді олар. Ал оларға соғыс парыз етілген кезде аз ғана адамдардан басқасы теріс айналып, соғысудан бас тартты. Алла залимдерді жақсы біледі. Олардың пайғамбарлары Алла сендерге Талутты патша сайлады дегенде, олар: ол бізге қалай билік құрмақ? Оған қарағанда билікке біз лайықтырақ емеспіз бе? Оның не дүние байлығы жоқ деді. Шын мәнінде сендерге патша болуға лайықты деп Алла дәл соны таңдады. Оған терең білім, айбарлы тұлға берді. Алла билікті өзі қалаған пендесіне береді. Алла барлығынды кеңінен қамтып білуші деп жауап берді пайғамбар. Және де пайғамбарлары оларға оның патша екенін дәлелі
тәңірлерің тарапынан сендердің көңілдеріңе үлкен медет болатын бір сандық келеді. Сандықтың ішінде Муса мен Харунның отбасыларынан қалған мұралар бар. Сандықты періштелер әкеледі. Егер де шын мәнінде иман келтірсеңдер, бұл құбылыста айқын белгілер бар, деді. Жорыққа аттанған Талут өз әскерлеріне: бүгін сендерді Алла ағып жатқан өзен арқылы сынайды. Кімде-кім оның суынан қанып ішсе, ол адамдар менімен бірге емес. Кімде-кім аузына да алмаса, менімен бірге болатын солар. Ал уысына алып су ұрттағандарға мұның қатысы жоқ, деді. Аз ғана адамдардан басқалары өзен суынан қанып ішті. Талуттың айтқанынан шықпағандар аман-есен өзеннің арғы бетіне өтті. Сол кезде суды қанып ішіп әскерден бөлектенгендер Жалут пен оның әскеріне: бүгін біздің шамамыз келмейді, дейді. Ал өздерінің бәрібір Алла алдында баратындарына сенгендер Алланың қолдауымен аз ғана әскер талай рет өзінен күші басым жауларын жеңіп кетіп еді ғой, деді. Алла әрқашанда шыдамдыларды жағында. Жалут пен және оның жауынгерлерімен бетпе-бет келген кезде олар: жаратқан иеміз, бізге шыдамдылық бере көр, табандылық беріп, кәпір қауымға қарсы майданда жеңіске жетуге жәрдемші бол, деп жалбарынды. Алланың желеп жебеуімен олар жауларын жеңді. Дәуіт Жалутты өлтірді. Алла оған Дәуітке патшалықты да, даналықты да сыйлады. Қажетті ілімдерді де үйретті. Егер де Алла бір адамдардың зиянды әрекеттерін екіншілер арқылы тоқтатпаса, жер беті бүліншілікке толып кетер еді. Алла әлемдерге қамқоршы. Алланың жарлықтары міне осындай. Уа Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Біз оны саған шынайы күйінде оқып береміз. Ақиқатында сен біздің елшілеріміздің бірісің. Біз кейбір пайғамбарлардың дәрежесін өзгелерінен жоғары қылдық. Олардың ішінде Алла өзі сөйлескен кейбірінің дәрежесін аса биік етті. Біз Мариям ұлы Исаға айқын мұғжизалар келтіретін қасиет дарытып, қасиетті рухпен қолдап, қуаттадық. Егер де Алла қаласа, айқын дәлелдерді көрген кейінгі ұрпақ бір-бірімен қырқысып соғыспас еді. Олардың пікірлері мен көзқарастары да әртүрлі болды. Кейбіреулер иман келтіріп, тура жолды таңдады. Кейбіреулер кәпір күйінде кетті. Егер де Алла қаласа, олар бірін-бірі қырмас еді. Алайда Алла өз қалағанын жасайды. Уа, иман келтірген жандар, саудаласу да, достық та көмектеспейтін, Алланың қалауынсыз шапағат та жасалмайтын қиямет күні тумай тұрғанда өздеріңе біздің жіберген дүние байлықтардан мұқтаж жандарға қайыр садақа беріңдер. Осындай тура жолдан тайғандар зәлімдер. Бір Алладан өзге тәңір жоқ. Ол мәңгі, тірі және барлығын басқарып тұрады. Ол қалғымайды да ұйықтамайды. Ғарыштар мен жердегінің барлық оның игілігінде. Оның құзырына барғанда өзінің рұқсатынсыз кім шапағат ете алады? Алла. Олардың болашағын да өткенін де анық біледі. Хақ тағаланың өзі қалаған ілімдерін ғана пенделер біле алады. Оның күрсісі ғарыштар мен жерді қамтиды. Олардың барлығын қорғау Аллаға еш қиындық келтірмейді. Ол шексіз үстем, аса ұлы Алла. Адам баласын дінге мәжбүрлеп кіргізуге рұқсат жоқ. Тура жол мен адасудың жегі ажыратылған кімде-кім жалған іліммен бас тартып Аллаға иман келтірсе, еш уақытта сынбайтын берік тұтқаны мықтап ұстағаны. Алла барлық нәрсені естуші, білуші. Алла иман келтіргендердің қамқоршысы. Жаратқанның мұсылман қауымды рухани қараңғылықтан иманның жарық нұрына шығаратыны да сондықтан. Ал кәпірлердің досы шайтан.
Сол азғырушы оларды иман жарығынан надандықтың қараңғы түнегіне қарай жүгіруге азғырады. Сондай теріс жолға түскендер тозақ отының тұрғындары, және де олар онда мәңгі қалады. Алланың жарылқап берген патшалығына ие бола отырып, Нунның Намрудтың Алла жайлы Ибрахиммен дауласқаны жайлы білесің бе? Уа Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Пендесіне өмір сыйлайтын да, өлім жіберетін де менің Раббым, деді Ибрахим оған. Мен өмір сыйлаймын және өлтіремін, деді ол Намруд. Олай болса, Алла күнді шығыстан шығарады, ал сен оны батыстан шығарып көрші, деді Ибрахим. Сол кезде кәпір патшаның аузы жабылды. Алла залым жандарды тура жолға салмайды. Немесе қабырғалар құлап, төбесі ортасына түскен қалашықтың қасынан өткен Узайр деген бір адам, мына қираған шаһардың өлген тұрғындарын Құдай қалай тірілтеді екен, деді. Сол кезде Алла ол адамды өлтіріп, 100 жылдан соң қайта тірілтті. Алланың періштелері қанша уақыт жаттың, деп сұрады. 1 күн жаттым, немесе тәуліктің сәл ғана бөлігі шығар, деп жауап берді ол. 100 жыл бойы жаттың. Алдыңда тұрған тамағыңа, сусыныңа көз салшы. Олар ешқандай да бұзылмаған. Ана есегіңнің қаңқасына қара. Әне, біз сені адамдарға керемет мысал ретінде көрсетеміз. Енді біз есектің сүйектерін қалай құрастырып, оған қайтадан қалай ет жапсыратымызды көз сал, деді періштелер. Мұның бәрі анық көрсетілген кезде ол сөз жоқ. Алланың бар нәрсеге күш құдіреті жететінін анық білдім, деді. Бірде Ибрахим, Раббым, маған өлілерді қалай тірілтетінді көрсетші, деді. Сенбейсің бе, деп сұрады Раббысы. Әрине сенемін, тек көңілім орнықсын деймін, деп жауап берді Ибрахим. Алла, сен онда 4 құсты сойып етін араластыр да әр таудың басына бөліп таста. Содан соң оларды өзіңе шақырсаң, дереу жетіп келеді. Алланың ұлылығы мен данышпандығын осыдан-ақ білерсің, деді. Алла жолында дүние жұмсаған жандардың іс-әрекеті жерге егілген егістіктің бір тал тұқымының мысалындай. Сол тұқымнан шығатын 7 масақтың әр қайсысы 100-100-ден дән береді. Өзі қалаған құлының сауабын Құдай осылай еселеп арттырады. Алла шексіз жомарт, әр бәрін де білуші. Алланың жолында мал дәулетін жұмсап, сол жұмсағандарына кейін міндетсінбеген жандар үшін тәңірлерің құзырында көптеген сауаптар жазылады. Оларға еш қорқыныш болмайды, жүректерін қайғы-қасірет шалмайды. Айтылған жақсы сөз бен жасалынған кешірімділік артынан әртүрлі реніш еретін садақадан қайырлы. Ақиқатында Алла бай, мейірімді. Уа иман келтірген жандар! Аллаға, ақырет күніне шынайы түрде сенбейтін, дүние мүліктерін өзгелер көрсін деп мақтан үшін шашқан пенделер секілді, өзгелерге бергендеріңді міндетсініп, ренжу арқылы садақаларының сауабын жойып алып жүрмеңдер. Ондай пенделер үстіне жұққан шаң, топырақты нөсер жауын жауып кеткен жалаңаш тас секілді. Сол сияқты олар қияметте өздерінің сауаптарын ала алмайды. Күпірлікке ұрынғандарды Алла тура жолға салмайды. Ал өзінің мал-мүлкін Алланың ризалығы үшін және өз жүректеріндегі сенімдерін күшейту ниетінде жұмсайтындар, нөсер жауып өтсе, 2 есе жеміс беретін, тау бөктерінде жайнап өскен бақша секілді. Ал жаңбыр жаумаған кезде оған сіркіреген жаңбыр немесе шықтың ылғалы да жеміс беруіне жеткілікті. Барлық істеген амалдарыңды Алла толық көруші. Сендердің біреулеріңнің балаларың тым жас, дәрменсіз болып, өздеріне кәлік жеткен кезде алуан түрлі жемістер жайқалып, арасынан бұлақтар аққан құрма бақтарыңның дауыл соғып, найзағай түсіп, өртеніп кеткен қалар ма едіңдер? Алла өз аяттарының мәнін осылай түсіндіреді. Бәлкім ойланарсыңдар. Уа иман келтірген жандар! Тапқан табыстарыңнан және сендер үшін біздің жерден өсіріп шығарғандарымыздың ең жақсыларынан садақа беріп жұмсаңдар. Көз жұмбайлықпен немқұрайлы түрде ала салатындай жағдайда болмаса, өздерің жоламайтын жаман дүниелерді садақаға беруге ұмтылмаңдар. Біліп қойыңдар,
Алла асабай, даңқты. Ал лағнетке ұшыраған шайтан болса, сендерді кедейлікпен қорқытып, арсыздық істер жасауға бұйырады. Бірақ Алла сендерге кешірім жасаймын, жарылқаймын деп уәде береді. Ақиқатында Алла шексіз жомарт, бәрін білуші. Ол Құдай өзі қалаған құлына даналық сыйлайды. Сондықтан да кімге сыйлыққа даналық тартылса, сол игілікке кенелген жан. Алайда бұндай өнегеден тек ақыл иелері ғана ғибрат алады. Алла жолында қандай қаржы қаражат жұмсағандарыңды да, қандай ант бергендеріңді де Алла біледі. Ал зәлім пенделердің еш жәрдемшісі болмайды. Егерде таратқан садақаларыңды өзгелерге көрсетіп берсеңдер, ол ізгі іс. Дегенмен оны жоқ-жітіктерге жасырын таратсаңдар, қайырлы одан да көп. Сол арқылы Алла кейбір күнәларыңды кешіреді. Алла барлық істеген іс-әрекетіңді біліп тұр. Уа Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Оларды хақ жолға салу сенің міндетің емес. Кімді қаласа, Алла өзі соны тура жолға салады. Қандай қайыр садақа берсеңдер де, пайдасы өздеріңе болады. Тек Алланың разылығын тілеп қана беріңдер. Өз игіліктеріңнен не жұмсасаңдар да сендерге толық қайтарылады. Ешқандай әділетсіздікке ұшырамайсыңдар. Бар уақытын Алла жолына ғана арнаған, жеке басына мал табу үшін жер бетін кезуге мүмкіндігі жоқ кедейге садақа беріңдер. Жөн білмейтін жандар олардың қол жайып тіленбегеніне қарап, бай екен деп ойлайды. Ондай тақуа жандарды өзгелерге өздері жабысып, көмек сұрамайтын тәубешіл қасиетінен танисың. Қандай да болмасын игілікті іс жасасаңдар, Алла біліп тұрады. Күндіз болсын, түн болсын, жария болсын, жасырын болсын. Өз мал-мүліктерін садақаға жұмсағандардың сауаптары Құдайдың құзырында дайындалып қойылған. Ондай тақуа жандарда қорқыныш болмайды. Жүректерін қайғы қасірет шалмайды. Өсімқорлықтан пайда көргендер кейін қиямет күні моласынан шайтан ұрған адамдай сенделіп тұратын болады. Бұл олардың сауда дегеннің өзі өсім ғой деген қате пікірлерінің жазасы. Алла саудаға рұқсат бергенімен өсімқорлыққа тыйым салды. Кімде-кім Алладан ескерту келгеннен кейін харамнан тыйылар болса, оның өткені кешіріліп, ісі Алланың тура жолына қарай бұрылады. Ал кімде-кім харамды қайталар болса, олардың орны тозақ болады. Олар онда мәңгі қалады. Алла өсімқорлықтан түскен пайданың берекесін жойып жібереді. Ал садақа берген жандардың ырысын арттырады. Кінәлі істерден айнымай қасарысқан күнәһарларды Алла жақсы көрмейді. Ақиқатын айтар болсақ, кім иман келтіріп, ізгі амалдар жасаса, әрі намаз оқыса, зекет беріп тазарса, ол үшін Раббыларының құзырында мол сауап бар. Қияметте оларға қорқыныш та болмайды, және де ондай жандар қайғы қасіретте шекпейді. Уа иман келтірген жандар! Егер де иман келтіргендерің шын болса, Алладан қорқыңдар да, өсімқорлықтан түскен пайдаға жоламаңдар. Ал егерде бұлай істемейді екенсіңдер, онда естеріңде болсын. Алла мен елшісі сендерге қарсы майдан ашты деп біліңдер. Егерде тәубеге келсеңдер, о бастағы өз ақшаларыңды пайыз қоспастан алыңдар. Өздерің әділетсіздікке бармасаңдар, сендерге де әділетсіздік жасалмайды. Егерде сенен қарыз алған адамның жағдайы қиын болса, онда оған уақыт беріп, жағдайы жасарғанша күткен жөн. Біле білсеңдер, ондағы қарызды кешіріп, садақаға айналдырсаңдар, өздерің үшін қайырлы. Аллаға қайтар қиямет күнінен сақтаныңдар. Ол кезде әрбір адам өзінің істеген істерінің ғана нәтижесін көреді. Ешкімге де қиянат жасалмайды. Уа иман келтірген жандар! Егерде бір-біріңе белгілі бір мерзімге қарыз берсеңдер, оны жазып қойыңдар. Араларыңдағы болған келісімді хатшы
адам әділдікпен жазсын. Келісім шартты жазғанда ол Алла үйреткендей етіп жазудан бас тартпауы керек. Хатшы жазсын, қарыз алушы оған айтып отырсын. Ол Алладан, Раббысынан қорқсын, еш нәрсені кемітпесін. Қарыз алушы ақылы кем немесе әлсіз жан бала болса, немесе айтып отыруға жарамаса, онда оның жанашыры әділдікпен жазғызсын. Ер кісілерден 2 адамды куәгер қылыңдар. Егер де 2 ер адам болмаса, куәгер болуға жарайды деп есептеген 1 ер адам және 2 әйел адам жарай береді. Өйткені 2 әйелдің бірі жаңылысып қалса, екіншісі есіне салады. Шақырған заматта келіп, куәлік беруден бас тартпайтын болсын. Қарыз көлемі аз болсын, көп болсын, бәрібір мерзімін көрсетіп жазуға ерінбесеңдер, Алла алдында ең әділ, ең сауапты іс осы. Қасыңда куәгерің болу деген күдіктенуге еш орын қалдырмау деген сөз. Ал бір-біріңмен қолма-қол сауда жасаған жағдайда, сол істі хаттамай-ақ қоюға болады. Сауда-саттық істерін куәландырыңдар. Ал хатшы мен куәгерлерге қысым жасалмайтын болсын. Ондай әрекеттерге барсаңдар, нағыз күнәһар болғандарың. Алланың қаһарын туғызып алудан қорқыңдар. Ақиқатында Алла сендерге осыны үйретеді. Алла барлық нәрсенің мәнін білуші. Егер де сапарда жүріп хатшы таппасаңдар, онда борыштыдан қолма-қол бодау алыңдар. Егер де аманат етсеңдер, кейін оны аманат жүктелген адам өтейтін болсын. Алладан қорықсын. Куә болғандарыңды жасырмаңдар. Оны жасырған адам күнәһар болмақ. Сендердің іс-әрекеттеріңнің барлығын Алла білуші. Ғарыштар мен жердегінің барлығы Алланың иелігінде. Жүрегіңдегі пиғылыңды жария ет немесе жасырын ұста. Бәрібір Алла сол үшін сендерден есеп алады. Қалаған адамын кешіреді, қалаған пендесіне азап шектіреді. Барлық болмыстарға Алланың құдіреті әбден жетеді. Расул Мұхаммед, оған Алланың салауаты мен сәлемі болсын. Мен муминдер Тәңірі тарапынан өздеріне жіберілген ақиқатқа иман келтірді. Барлығы да Аллаға, оның періштелеріне, кітаптарына, елшілерінің ешқайсысын бөле жармаймыз деп иман келтірді. Олар сөздеріңе құлақ түреміз және әмірлеріңе бойсынамыз. Раббымыз, өзіңнен кешірім сұраймыз. Бізді өзіңе қайтып оралу сапары күтіп тұр деп жариялайды. Алла әркімнің шама-шарқына қарай міндеттер жүктейді. Әрбір адам баласының жасаған жақсылықтары өз пайдасына, ал жамандықтары өздеріне зиян. Уа муминдер, жаратқан иелеріңе былай деп жалбарыныңдар. Раббымыз, егер де әмірлеріңді ұмытып қалсақ, немесе қателесіп, жаңылысып кетсек, бізді жазалай көрме. Раббымыз, бұрынғы замандарда өткен жамағаттарға жүктегеніңдей бізге ауыр міндет жүктей көрме. Раббымыз, бізге шамамыз келмейтінді жүктеме. Бізге кеңшілік ет, бізге кешірім бер және рахмыңа бөле. Сен қамқор иемізсің, кәпір қауымға қарсы қақтығыста бізге жәрдем бере көр.